Ағаларыңыз насылды? Жандарым сол көп бопты кофемен палашпағана қаралық. Ох, жандарым сол new what'стар. Жау дұшпанда қасыңызда, бақ дәулетте қасыңызда, нұр дәулетте қасыңызда деп барлығы қасыңызда. Жандарым сол аяғы ауыр кім бөпелі болғысы келеді. Жақында бау берік шілдеханалар болады. Құдай қаласа аман есен қол басын аяқ бауырларын алыңдар. Мына жақта енді көбінде қыз келіншектерге 9 ай сіздер үшін бір бақыт пен шаттықта өтеді. Лайым солай болғай. Енді жалпы палға көрейік. Мына жақта біреу алдап жүр. Абай болыңыздар. Сауда саттық жасайым десеңіздер, жасайсыздар. Бірдеме үй сатам, машине сатам, салтан көшіп кетем, сатасыздар, көшесіздер. Алданып қалмаңыздар, тек анау құжаттардың нүкте үтіріне шейін қағазын басынан аяғына шейін оқыңыздар, келісім шартты. Мына жерде үйіңізге бір сүйінші келе жатыр. Ер азаматыңыз сізге балдармен кеттім десе, ол балдармен кеткен жоқ, балалармен, қыздармен кетті деп па? Білмеймін, әркім бұл жалпы болжам, сондықтан ұрыс айқай шықпасын. Бірақ күйеуіңіз алдап жүр мына жақта, болмаса келіншегіңіз алдап жүр. Шынайы емес. Біреуге айтады, әбден шаршапсың, демал дейді. Бір сәт демалып алыңдар, бір пәс демалып алыңдар. Ауырып жатсаңыздар, емделіңіздер, сауығып кетіңіздер. Жұмыс не отыр? Жұмыста қазір әсті бір пәсті дейді. Жаймен міне. Мынау не ғой, аттың басы ма? Қызық екен енді, единорог қазақшасы қалай? Қазақша атауы болу керек, андай жалғыз мүйіз ба қалай? Баршылық тоқшылық жұмысыңызда тез, өте тез. Мына жақта тағы сауда саттықпен кім айланысады, болмаса бірдемен ұзақ уақыт сатамай атсаңыздар, үштер көп мына жақта. Мына жақта 6-лар да бар екен. Күйеуге тиесіздер, кім тие алмай атсаңыздар, өзіңіздің нағыз тағдырлас ер азаматыңыз жолықтырасыздар. Мынау жаңағыдай табыс, өте үлкен табыс, бірақ шашып, тойлап құрт жібермеңіздер. Өте қомақты, керемет затқа жұмсаңыздар, игіліктеріңізге жұмсаңыздар. Сол, былайынша аман есен жақсы болып тұрыңыздар. Сүйдім.